еліміздің қарулы күштеріндегі ең басты қолданылатын өзіміздің қарулы түрлерін ұсынамын. Мен оқу орны жетекшісі майор Шағбан. Бұл бізде ең кішкентайынан бастасақ 9 мм Макаров тапаншасы және арнайы мақсаттағы жасақтардың арнайы құпия тапсырмаларды орындауға арналған дыбыссыз тапаншасы. Қысқартылған АК-74 автоматы. Бұл негізінде яғни бронды машиналарда, оқу жаттығу машиналарында, яғни экипаж дейміз, экипаж жүргізушілердің негізгі штаттық қаруы болып табылады. Неге? Себебі оңғысы қысқартылған, жиналмалы сабы бар, яғни машинаның ішінде қозғалуға еркіндік береді. АК-74 қаруы дыбыссыз. Бұл да арнайы мақсаттағы жасақтардың жаудың түрі күшін жоюға арналған пулемет ПКМ деп аталады. 7,62 мм ПКМ пулеметі. 7,62 мм Драгунов мергендік мылтығы. Дрондар көптеп қолданылады. Заманның дамуына байланысты, соған байланысты бізде сарсылмаз дронды жоюға арналған. Сонымен қоса бізде жаяу әскерді немесе бөлімшелердің, арнайы мақсаттағы бөлімшелердің қолданылатын бронды техникалар, танктер, БМП, БТР және басқа да ең басты жаудың түрі күшін жою үшін гранатомет РПГ-7В гранатомет